Новый Мерседес, это Black Russia, Black Russia, Black Russia. Яхта за ярд, это Black Russia, это Black Russia, Black Russia. Новый Мерседес, это Black Russia, Black Russia, Black Russia. Яхта за ярд, это Black. Ассаламу алейкум, сіздермен бірге мен Нука. Бүгінгі видеода біз Black Russia ойындарымен қарай ойнауды жалғастыратын боламыз. Достар, мінекей көріп тұрғандарыңыздай Black Russia'да обнова болған болатын. Осындай қар түскен болатын Black Russia. Өте керемет, бүкіл жерге қар түскен болатын. Так, бізде енді қазір Black Russia'да қыс бұйырса енді неше түрлі событиялар болады деген ойдамын. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай настройкада дрифт пайда болған және осындай эффект пайда болған. Так, қардың жауы ма мынау? В общем, сондай эффекті пайда болған. Так, достар, в общем, мен деген осы болым-жомын көп түсірмей кеткен болатын Black Russia'дан. Ренжімесіздер, өткен Майнкрафт түсіріп кеткен болатын. Өзім Майнкрафт ыңғайлы болған соң Black Russia, в общем, қол тимеді. Сол үшін де Майнкрафт түсіріп кеткен болатын. Так, мына қараңдаршы, мынандай аним шыққан ғой, ё-мой, бір түрлі ғой мынау дейтін. Қалай синдром Дауна деймін, сол не сияқты, в общем. Бір түрлі, ё-мой, Black Russia кіммен коллаборация жасаған, ё-мой. Инстасамкамен солмен жасаған ғой. В общем, сол инстасамкамен коллаборация жасаған, ана бірінші неде көргендеріңіздей музыкасы қосылды. Кім қалай ойлайды, комментария жазып кетіңіздер. Әйтеуір маған бір түрлі болып көрініп тұр. Так, черный русский жақсы сияқты. Один черный русский ма, сол үшін Моргенштерннің несі трекі. Сол жақсы ойын. Айтпақ достарымды семя ашқан болатын Алашорда деген. Қазір автопаркын көрсейін. Неке автопаркта бізде неше түрлі Гелик, Акула, F90, Панама, Спиди, Буханка бар. Так, біздің семьяда 48 бала. Мінекей. Так, мінекей. Так, мінекей. Осындай балалар бар. Так, енді рейтинг шығу қиын, енді өте қиын рейтинг. Бұнда читерлер көп. Особо қатты вышка алмаймын, себебі читактар көп, софтерлер де өте көп. Ё-моё. Бірақ әрбір серверде софтерлер читак по-любому болады ғой. Сондықтан да топқа шыға алмай қалдық. Күйгендіне күйіп кетсін. Қыста дрифт жасаман ата-бабаңды көрдім бе, общем. Қазір дрифт жасаймыз, енді мен ондай қатты дрифт жасай алмайын деп дрифт жасайын деп айта алмаймын, енді қазір көрсетем. Так, танктар жүйік. Так, біздер бөлінбей сақтар. Ойбу. Кеттік ендеше дрифт жасауға. Так, мінекей ОПГ базадан Гелик алып шыққан болатын. Бірақ пайда Гелик ондай қатты дрифт жасай алмайды. Так, дрифт мод қосылды. Енді ехала кеттік ал. Алдауы, ё-майо, жаман қой. Ё-майо. Ез Гелик ондай қатты особо жасамайды. F90 жақсы, F90. Семьяда F90 алам демем, просто дом алыста, так что реалог жасауғаннан еріндім, ё-майо. F90 алып шығуым, F90 әдемі істейді. Ё-майо, не деген дрифттер мынау. Айбай. Қай ата-бабам былай дрифт жасайды. Бука так қоясың ғой. Ё-майо, мынандай дрифт. Қой ұрысы мен дрифттер шықпайды. Ё-майо, мынау не қылған дрифттер. Ятпақ болар осыны. Осы жерін тоқты салсам екен. Ё-майо. Давай, бұр. Қат отыр, еще плюс бұрылмай отыр. Ё-майо. В общем, авария. Ё-майо. Бұр. Давай. Ё-майо, болмайды мынау. Ал ендеше достар, видеоны сіз ана тірке лайк басып комментарий жазамыз. Енді бүгінге осындай қысқаша видео болған болатын. Енді достар, осы Black Russia'да көп ондай қатты видео шығара алмаймын. Өзінде себептері бар оның. Келесі видеоны күтіңіздер. Бұйырса тағы да бір видеолар шығаратын боламын. Ал ендеше достар, қош сау болыңыздар. Ана тірке лайк басуды ұмытпаңыздар.